аман-есен жақсысыздар ма? Әуелі Алла қалап, одан кейін мына біздің бала, одан кейін сіздердің қыз бір-бірімен көңіл жарастырып, Құдай қосқандай қосылған екен. Енді осыларды арғарай қосып қою біздің парыз Құда. Осы бойынша сіздің қызыңыздың қолын сұрап, жөн жосығымен өзіңізден алып кетуді жөн көріп отырмыз Құда. Жөн екен сіздердікі. Қай қазақ боласыздар сіздер? Жөн сұрасып отырайық. Құда, бізде өсіп өнген әулетпіз Албанның ұлы жүздің Сәлбен деген руынан боламыз. Анау түп төркініміз Алматы облысы Нарынқол ауданынан тараған. Содан балаларыңыз, күйеу балаларыңыз Нұрсұлтан. Алла қаласа келінімізді жөн жосығымен алып кетсек деп келдік. Одан кейін бас құдағиларыңыз Камила. Осы анамыз, Камила анамыз. Одан кейін мен өзім үш ағайынды ана құрсағынан үшеу болып тарағанбыз. Ең үлкені, үйдің үлкені біздің Гүлжазира апайымыз. Гүлжазира апайымыз ұлы жүздің келіні, ұлы жүздің шаңырағын шайқалтпай ұстап отырған келіндерінің бірі. Одан кейін Әсел деген менің алтын қарындасым, кенже қарындасым. Бұл қарындасым Найманның қазіргі таңда түтінін түзу шығарып отырған, ошағын алға бастатып отырған ұлы келіндердің бірі деп айтсақ болады. Бәрекелді, қадамдарыңыз құт болсын. Ал енді біз өз жағымыз айтатын болсақ, бізде осы бір кішігірім ауылдың бір ақсақалдың біріміз. Дұрыс Құда. Үйіміздің үлкен анасы Гүлмира анамыз. Сіздердің бас құдайларыңыз. Және де мен өзіміздің құдаларымыз, өмірзақ құдаларымызбен боламыз. Біз ұлы жүздің Шамшықұл руынан боламыз. Құда, керемет. Жақсы. Қош келіпсіздер құдалар, төрге шығыңыздар. Қай сұрасып алған соң, ары қарай құдаласып, сіз біздесіп, дастарханға келіңіздер, отырыңыздар. Тамақтан, дәм-тұздан алып келіңіздер. Құдалардың асын қояйық алдына. Алдарыңызға ас қойып, екі қолдарыңызды бос қойдық. Шаршамай, шалдықпай келдіңіздер ма? Қыз деген өріс қой. Теңін тапса, теңін бер деген. Дастархан басында отырып, жөн сұрасып, құдалықтың кәдесін жасай отырайық. Үлкен асты осы құдалардың алдына тартыңыздар келіңіздер. Өзіміздің қызымыздың ұнатып тоғыстасқан азаматына төс әкелейік. Керек төс тартыңыздар. Ұрпағымыз мың жасасын. Ал майлы төсті жеп, біздің батыр ұрпақтарымыз, ақжаулықты аналарымыз, домалақ анамыздай аналар, балалар өмірге келе берсін.
отырған жас бала, жас болса да бас қода, құйрық бауыр асатайын, аузыңызды аш құдайын. Аузыңызды ашып, құйрық мойнан ауыз дейіңіз. Ой, онда мен құйрықтың кәдесін берейін. Алып жеп отырыңыздар. Қыз деген өріс қой жарықтық. Барған жерінде өсіп өніп, өбірлі шүбірлі боп, өрісіміз кеңейе берсін. Тағы да ырымсыз болмайды, дәстүрсіз болмайды қазақ. Ұлжағар деген тағы да бір біздің дәстүріміз бар. Оны да іске асырып жіберейік осының артынан. Ал құдалар келген аяқтарымыз текті болсын, ондай жұмысты болайық. Қыздарымыз моншақты, ұлдарымыз оншақты болсын деп, ұн жағу рәсімін жасаймыз. Құрметіңізге көп рахмет. Біз де өз салтымызды, жөн жаралғымызды жасайық. Келінімізге сырғамызды салайық.